Arkadaşlar, salon sizlerle birlikte bugün распаковка Xitoy saytidan birga qaraymiz. Bu tovarlarning barini 19-yilga erishdi. Hozir qachon ko'rib, baho beramiz. Men ishlab ketdim, mana birinchi ashib telefonda ko'rib olib ketdim. So'ndan o'z narsani chiqarib. Hadi zoom yapıyorum. Evet, bunu da çekelim. Vay, mutlu çekelim. Evet, ben yapmışım. Katı bir başlıkta. Aslında karbonatın kalkıyorum. Hadi kalkıyorum. İçinde ilk bahasa kalkıyorum. Sonra geçeceğim. Çok önemli. Кстати, менің бұл алғашқы штативім. Енді сіздерге качественно түсіруге болады. Міне, бәрі бар екен, қыздарым. Микрофонмен басқаруға болады. Ой, пультпен, то есть. И мынау жағаға. Қазір осымен түсіріп көрсетемін. Вот, біздің келді. Телефон зарядке ұсақ сырлап екен. И мындай запасной бар. Мындай телефон қыстырып қою үшін. И пультпен управлять етуді. Мынау зарад, қысқарат, самый жақсы варианты. Так что мына жерге бағасын қалдырып кетем. Показирую боласың. Қалай штативпен тұр қазір телефон. Бір орында енді күшті качественный бар видеолар көресіздер. Кеттік келесі затымызды ашып көрсетейік. Мен бірінші ашып алайын деппін бәрін. Потом распаковкасын жасаймын. Қандай көп. Шыққанлар кетіп жатыр. Распаковкасын қойып тұр. Так, мен кетейін. Біреуі ашылып қалды. Мен бұл өнімде өзіме и балдарыма жасадым. Мен қазір бәрін көрсетейін. Өте. Түсетін ады. Өте қатты скотчтар. Мына үлкен коробкада штатив болды. Штатив өте жақсы коробкаға салынып, дұрыс упаковка. Так, енді аша берейік. Вау, мен бірінші куртка осенний Мачковский. Балама бергенім. Мә, качествосы күшті. Қараңдар. И сырты да күшті. Мә, прям мұндай етіп күткен жоқпын, бірақ реально күшті. Еш жері сөгілмеген. Цвет тоже яркий. Күшті. Ұнады? Онда 10 дейтін баға береміз. Екінші. Бұл да тоже балама. Комбинезон түрі. Ана қысқа куртка ғой. Мынау балама. Вау! Қыздар. Күшті. Күшті. Тоже 10-да 10. Керемет. Ұнады маған прям қатты ұнады. Жұмсақтағы. Күшті қыздар. Мен бәрін бағасын жазып кетем сіздерге. Бұл не екен? Мынау мен өзім қолыма берген. Енді всегда мен қазір қолым жүретін болғандықтан. Та-дам! Қара тілімдерін. И андай қысқа жең қосылар деген кезге күшті киіп алуға. Мына бағасын жазып кетем. Мына 2 пара. Қазір киіп, осымен дальше түсірем деп па. Неге мен екеуінде қара бердім түсінбедім. Қолыңа киіп ма? Иә. Күшті ғой. Күшті. Зато осындай қолды көресіңдер енді келесіде. Міне қыздар күшті. Мен енді осымен түсірем. Мына 2 штук. Кетейін, 2 штук болды. Так, 3-ші куртка бұл қызыма. Даже салатандарына дейін күшті салып жүрген ғой, байқап тұрсыңдар ма?
Вау! Қараңдар. Жағаласып отқан менің қайным. Мына күшті. И ішін көрсетейік. Іші бұның қателеспесем жұмсақ болу керек. Ой. Асығып дұрыс аша алмай жатырмын. В общем, түсіндіңдер. Мынадай. Жылы. Манжетасы тоже күшті екен. Күшті. Мынау менің қызыма бергенім. Қызым 2,5 жаста. Енді мына өзімдікі. Мен айнаны қанша армандадым дейші. Сол неге армандап жүрдекші. Мен Қазақстаннан алғым келді, бірақ Қазақстанда бағасы деген қанша деп ойлайсыңдар? Осыны 7.000-нан көрдім. Ал мен бұны ұмытып тұрмын, бірақ кетем. Где-то 3.000 или 4.000 екен. Қай күшті разымен көрмең ба? Вау! Моңки! Ол мен қызымнан күшті көреді. Попит дейді мынаны. Қазір қызыма беремін мынаны. Қыздар күшті, қараңдар. Мен бейнем түсіп қалмасын деп былай көрсетдім сізге. Арты прям ағаш. Да, келесі посылкамыз. Мен балама берген кроссовка ожидание реальность мен мындай қап-қатты деп ойлағам. Бірақ ничего нормально енді күзге киюге. Бір балам жүрмейді. Пойдет нормально деп ойлаймын. Бұл қанша? Бұның бағасын білмеймін. 8 балл берем. Былай жақсы. Қызыма кроссовка береді. Тұтып алмайдым. Көше. Тағы бір посылка қалып қойған. Короче, менің жарты посылкам жоқ. Вау! Шапка. Мен бағама. Қызым ренжитін болды. Қызымның аяқ киімі ештеңесі жоқ. Мә, күшті. Күшті созылады. Онда қызыма берсем бе екен. Баланка ма? Ja, киіп жүрді. Ештеңе қаққан жоқпын бағанағы. Вроде бітті. Қыздар, видео ұнаса, келесіде тағы распаковка болған қаласаңыздар, лайк басып каналға тіркелеміз. Келесі видеода жолыққанша. Сау болыңыздар. Күшті де? Осындай бір чехолым қалып қойыпты. Жасай алмай қалыппын. Распаковка көрінбей алған ғой. Анады күшті бағасын қалдырып кетемін.